Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Мен Қауиева Гүлдария Бекенқызы, Ақжайық футбол клубының бүгінгі таңдағы құрылтайшысы және президенті болып табыламын. Ақжайық футбол клубы Батыс Қазақстан облысында орналасқан жалғыз ғана кәсіби клуб болып табылады. Бүгінгі таңда Ақжайықта негізгі құрамның ойыншылары, сонымен қатар көптеген жастар және жасөспірімдер футболшыларымыз бар. Бүгінгі таңда қаржылық мәселеге тап болған Ақжайықтың мәселесін облыс көлемінде облыс басшылығы Нариман Төреғалиевтің қабылдауында болсақ та, спорт басқармасының қабылдауында болсақ та, бүгінгі таңда қаржылық мәселесі шешілмеуіне байланысты Ақжайықтың ертеңгі тағдыры бізді алаңдатып отыр. Бұл дегеніміз Ақжайықтың қызметкерлері міне бүгін 9 ай көлемінде өздерінің жалақыларын ала алмастан біздің жұмысымызға үлкен кедергі болып отыр. Бұл дегеніміз мемлекеттік тапсырысты орындаушы жалғыз ғана мекеме болып табылғандықтан мемлекеттік сатып алу осы күнге дейін шешімін таппай отыр. Сол себептен үндеу жолдап ата-аналардың атынан, футболшылардың атынан, қызметкерлердің атынан зор үмітпен көмек сұраймыз. Осы мәселені шешуге араласуыңызға үндеу жолдап, сол үндеуімізді қабыл алады деп есептеймін. Рахмет.